Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге Epson L3150 принтеріне толықтай обзор жасаймын. Принтердің қандай ерекшелігі бар, сіздерге кеңес етемін ба, жоқ па, бағасы қанша, қандай краска құям, қандай функциялары бар. Міне осының барлығымен сіздер таныстыратын боламын. Мен бұл принтерді 2021 жылдың тамыз айында алдым. Үйде декретте отырып, түкте табыс кірмейді, сол үшін тойбастармен айналысып көрейін деген ниетпен 89.990 теңгеге алдым. Ал қазір Аллаға шүкір осы принтердің ақшасын толықтай шығарып алдым. Даже 2 есе қылып шығарып алдым десем де болады. Ал енді қазіргі бағасын білмеймін қанша теңге екенін. Тойбастар жайлы білгіңіз келсе, описаниеға өтсеңіздер болады. Epson L3150 бұл MFU, яғни көпфункционалды құрылғы. Бұның ішінде барлығы бар. Цветной Xerox, черно-белый Xerox, сканер бар, және ең маңыздысы бұл Wi-Fi Direct бар. Wi-Fi Direct'ті қалай қосуға болатыны жайлы менің алдыңғы видеоларымнан қарай аласыздар. Описаниеде ссылкасын қалдырып кетемін. Бұл принтер 4 краскалы, көк, қызғылт, сары және қара түстер бар. Міне өз жерінен сіздер краска құясыздар. Осындай қақпақшалары бар. Осылай ашылып жабылады. Встроенный принтер. Бұл ақбетті қойып қоятын бөлігі. Сіз 100 штук ақбетке дейін осы жерге сыйғыза аласыз, және 256 грамм қалыңдыққа дейін принтер қабылдайды. Мына екі жағында көк пен екі жағын қысып қоясыз, сол уақытта сіздің қағазыңыз тіке шығады. Тағы да маңызды ақпаратты айтып кетейін. Көп адамдар білмей жатады, 5 поли қалай шығарамыз деп. Ол үшін размер бумагиге кіріп 10x15 дегенді таңдайсыз. Содан кейін макетке кіріп 5 поли деген функцияны таңдайсыз. Ал бұл бөлігі бізде сканерлеуге, ксеркс жасауға арналған бөлік A4-ға дейін ғана қабылдайды. Қазір сіздермен цветной ксеркс және черно-белый ксерксті жасап көрсетемін. Міне барлығын орналастырып аламыз. Бірдей етіп, мына сызықтармен сәйкес келіп тұру керек. Содан кейін бетін жауып, бірінші цветной ксеркс басайық. Жаңа басында көрсетіп кеттім, қандай функцияны басу керек екенін. Міне бізде дайын. Бұл бізде цветной ксеркс, түстері әдемі, қанық болып шыққан. Қазір енді біз цветной ксерксті көрсетемін. Тағы да айтып кетейін, егер сіз бірден бірнешеуін ксеркстаңыз келсе, онда қатарынан жаңа ксеркстайтын кнопканы басасыз. Мысалы сізге 5 рет керек болса, 5 рет қатарынан басасыз. Сол уақытта сізде 5-еуін шарп береді. Тек 20 штукқа дейін ғана баса аласыз. Міне мен қазір 2 рет бастым, қазір екіншісін шарп беріп жатыр. Epson L3150-дің бір жақсы жері, сіздер үйде отырып тек тойбастармен ғана емес, сонымен қатар ксеркстаумен, сканерлеумен де ақша таба аласыздар. Ал бұл мен қолданатын краскалар, бұл ең басында келген өзінің оригинал краскасы. Сіз бұны сақтап қоясыз, өйткені краска құятын жеріне тек осы басы ғана сәйкес келеді. Және осылардың ішіне сатып алған краскаларыңызды құю арқылы сіз заправка жасай аласыз краскаларыңызге. Ал бұл мен сатып алатын краскілер, бұл 6000 теңгеге алдым, ішінде 4 штук болады. Сонымен сөзімді қорытындыласам, сіздерге Epson L3150 принтерін кеңес ете аламын. Жалпы қандай принтер болса да MFU-ды таңдаған дұрыс. Яғни көп функционалды принтер.